Владимир Кузьминовтың «Богатырь» көмір компаниясындағы еңбек жолы 15 жыл бұрын басталған. Бастапқы кезде құрылыс учаскесінде жұмыс істесе, кейін жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электр слесарі мамандығын меңгеріп, тау-кен жабдықтарын жөндеу цехына ауысты. Осында жүріп, рационализаторлыққа деген қызығушылығы пайда болды. С 2020 года 2020 жылдан бастап мен 5S жүйесі бойынша жобаларға білек сыбана кірістім. Бұл іске келуіме жанымда жұмыс істеген тәжірибелі механик Дмитрий Рудольфович Орлов себепкер. Екеуміз жиі пікірлесіп, жұмыс үдерістерін қалай оңтайландыруға болатынын, қызметкерлердің еңбегін жеңілдетудің жолдарын, қолданылатын қосалқы бөлшектердің қызмет мерзімін ұзартып, экскаваторлардың ақау себебінен тұрып қалу уақытын қысқарту туралы көп ойланып, түрлі ұсыныстар әзірледік. Кейіннен BPS жүйесі бар екенін білдім. Бізге бекітілген куратор Руслан Обакировке барып кеңес сұрадым. Ол жобаларда дұрыс рәсімдеу жолдарын түсіндіріп, бағдар берді. Осылайша бастаған ісіміз жүйелі жұмысқа айналды. 2020 жылдан бері іске асырған жобалардың саны шамамен 20-ға жуықтады. с 2020 года у меня около, наверное, 20 проектов. Бүгінгі таңда ол «Богатырь» кенішінің техникалық қызмет көрсету учаскесінің жабдықтарға қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі электр слесарі болып еңбек етуде және жаңашылықтар енгізу бағытындағы жұмыстарын жалғастыра бермекші. Месяц назад проект защищал по оптимизации труда, чтобы облегчить работу нашим электрослесарям в цеху, которые собирают и разбирают узлы экскаватора. Бір ай бұрын кезекті жобамды қорғап шықтым. Оның басты мақсаты экскаватордың тораптарын бөлшектеп қайта жинаумен айналысатын электр слесарлардың еңбегін жеңілдету. Бұған дейін тік бұрылмалы бәсеңдеткішті жөндеу бізге өте қиын болатын. Кейде тіпті далалық жағдайда экскаватордың жанында бөлшектеуге тура келді. Ал өндіруші зауыттың жаттары бойынша оларды шпалдардың үстінде бөлшектеу керек. Бұл өте қауіпті. Біз үшін басты талап қауіпсіздік. Ең басты құндылық адам денсаулығы. Сол себепті біз командамен бірге эскиздерін әзірлеп, тау-кен көлік жабдықтарын жөндеу зауытына тапсырдық. Олар бізге сызбасын жасап берді. Сол сызба бойынша арнайы стенд дайындадық. Қазір жігіттер еш қиындықсыз, қауіпсіз әрі жайлы жағдайда жұмыс істеп жүр. Бұл олардың еңбегін айтарлықтай жеңілдетті. Менің BPS бойынша жасаған жобалардың саны шамамен 20. Олардың барлығы енгізіліп, тиімді жұмыс істеп тұр. Бұл іспен айналысып жүргеніме 5 жылдан асты, әрі жалғастыра беремін. Жалпы BPS жүйесі өте пайдалы дүние. Ол адамның тек ой өрісін емес, дүние танымын да кеңейтеді. Мысалы, мен осы цехта біраз жыл жұмыс істедім. Ешқайда шықпай, экскаватор тораптарын жинадым. Олар қай экскаватордан келгенін, қандай ерекшелігі бар екенін оған онша мән бермейтінмін. Ал осы жобалармен айналыса бастағаннан кейін көп нәрсені біліп түсіне бастадым. Қай білдек қайда қолданылады, ненің жұмысын жеңілдетуге болады, бәрін өзім зерттеймін. Бұл мен үшін өте танымдық әрі пайдалы тәжірибе болды. Да, уже я сам изучаю, и для себя это очень познавательная вещь.